Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қазанды оңай жолмен ағартып тазалаудың әдісімен бөліскім келеді. Ол үшін видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Қазандарыңыз осылай міндетті түрде аппақ жып-жылтыр болып шығады. Бізге қажетті зат қарапайым кір сабын мен қырғыш керек болады. Осылай кірлеп майланып кеткен қазанымызды бір сулап аламыз да, сонан соң қырғышқа сабынымызды ысқылап, дәл видеодағыдай қазанымызды қырып шығамыз. Өте оңай, қарапайым әдіс, ешқандай химиялық заттарды пайдаланбай, жай ғана осылай кір сабынның көмегімен қазанымызды аппақ етіп тазалап аламыз. Қолымызға қолғап киюдің қажеті жоқ, себебі қолымызға ешқандай зияны келмейді. Осылай қазанымыздың барлық жерін қырғышпен қырып шығамыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен өте пайдалы видеолармен бөлісіп отыратын боламын. Қазанымыздың барлық жерін осылай мұқият қырғыштың көмегімен ысқылап шығамыз. Сонан соң таза суға бір шайып алып, қалып кеткен жерлері бар болатын болса, тағы да қырғышқа кір сабынды ысқылап, жуып шығамыз. Қазанымыздың шеттерін, екі құлағын, барлық жерін ысқылап, сабынмен осылай ысқылаймыз. Өте қарапайым, оңай әдіс. Мен өзім қазанымды осылай ағартып тазалап аламын. Өте оңай және қолжетімді әдіс болғаннан соң сіздермен де бөлісуді жөн көрдім. Ал сіздер қазандарыңызды қалай тазалап аласыздар, оны комментарий бөліміне жазып кетсеңіздер болады. Осылай қазанымыздың ішінде дәл сол әдіспен қырып тазартып аламыз. Қазанымыздың қақпағында дәл сол әдіспен жуып ысқылап тазартып аламыз. Егер видео пайдалы болған болса, лайк басып, пікір қалдыруды және әлеуметтік желі арқылы достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Міне біздің қазанымыз тап-таза жып-жылтыр болып шықты. Қазандарыңыз әрқашан оттан түспесін. Назарларыңызға рахмет.